айналып кеткен жоқ. Сондықтан да оған ешқашан мойымау керек. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарсақ біз алмайтын қамал болмайды деген сенімдеміз. Әрине, елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты біздің Алатау дәстүрлі өнер театрда халықпен бірге сабырлық сақтап, және де халықты сабырға шақыру үшін осындай тамаша мінекей тікелей эфирлер ұйымдастырып жатқан жайы бар. Ал енді қымбатты да қадірлі достар, бізбен бірге болыңыздар деп айтып отырғанның себебі де бар шығар. Өйткені қазір эфирге менің әріптесім, жүрдек бауырым, Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісі, сыр елі, жыр елі, қазағымның мақтанатын бір елі деп ауыз толтырып мақтанышпен айтатын болсақ, Балқыбазар, Дүроңғар, Тұрмағамбет сынды сыр сүлейлерінің аманатын жалғастырып жүрген талай өнерпаздарымыз болса, солардың бірегейі деп, 8 қырлы, бір сырлы өнерпаз ұлдарыңызды, жыршы балаларыңызды эфирге қосқым келіп отыр. Олай болса, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, Алатау дәстүрлі өнер театрының әртісі, жыршы Ғибрат Қорғанбек бауырымыз эфирде. Ал Ғибрат бауырым қайда екен? Ассалаумағалейкум Ғибрат бауырым. Қалай, көңіл күйің қалай? Рамазан айы құтты болсын. Ассалаумағалейкум құрметті Алатау дәстүрлі өнер театрының өнер десе ішкен асын жерге қоятын құрметті тыңдармандары. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн болсын баршаңызға. Ораза қабыл болсын аға. Айлардың сұлтаны Рамазан айы баршамыз күнбілік болсын дейміз. Аумин, Ғибрат, өзіңе де ораза қабыл болсын. Барша ниет қылған ниетіміз қабыл болсын деп тілейміз. Қош келдің, Ғибрат. Көңіл күй қалай? Естілмей қалды. Көңіл күй қалай деймін? Күйіміз өте тамаша, өте жақсы. Біз бүгін қуаныштымыз деймін, өйткені осы дәл қасиетті күні, Рамазан айы күні тікелей эфирге шығып, халықпен қауышып жатырмыз, халықпен тілектес болып жатырмыз. Сол тілегімізді Алла қабыл етсін деймін. Және де біздің Алатау дәстүрлі өнер театрының сайдың тасында іріктелген өнерпаздар осы бір айдың көлемінде өзінің өнерлерімен бөлісіп, халықтың көңіліне шашу шашып, өмірімізге мейрам сыйлап, жанымызға рух беретін рухани байлық дейді ғой. Сол рухани байлығымызды шама шарқымызша сыйлап жатыр деген ойдамыз. Ал Ғибрат, эфирде екеміз енді шама шарқына келгенше көңілді отырып, халықпен бөлісе отырайық, әнімізді, жырымызды арнап отырайық. Әрине аға, дұрыс айтасыз. Мінекей бүгінде халыққа келген бұл тілсіз жау ғой енді. Халыққа келген бұл індеттен Алла тағала бәрімізді аман есен шығуымызды нәсіп етсін дейміз. Енді біз біргеміз үйде бол деген хэштегпен жалғасқан осындай онлайн концертімізді жалғастыруға екеумізге бүгін бұйырып отыр екен. Бүгін халыққа бір керемет кеш сыйлауды шын мәнінде мен де сіздің сөзіңізге құптаймын. Сондықтан да жақсы бір кеш сыйлауға тырысамыз деп ойлаймын. Аға, мына мен өзіме қазір көрінбей тұрмын, қап-қара болып, рұқсат болса қазір бір минуттар пауза жасап, мені қайттан қоса қоясыз ба? Мен өзіме көрінбей тұрмын, қап-қара болып қалдым. Жарайды. Әрине. Қазір Ғибрат бауырымыздың сұрауы бойынша біз қайтадан енді Ғибратты эфирге қосамыз. Қане, қымбатты достар, сіздер Ғибрат бауырымызды сағынып отырсаңыздар, қазір қайтадан эфирге қосатын боламыз. Сәл, әрине. Мінекей, қалай Ғибрат? Өзіңе қалай? Бізге тамаша көрініп тұрсың. Сіздерге көрініп тұрса болды, маған өзіме көрінбей тұр.
Алатаудың нересі екенін көрініп тұр да. Рахмет аға. Мен біздің жаңа айтып отырмын ғой, Алатауда дәстүрлі өнер театрында сайдың тасында іріктелген өнерпаздар, кешегі бабаларымыздан қалған аманатты жалғастырып жүрген да үлкен шоқтығы биік ағаларымыздың шәкірттері, Рамазан ағаларымыздың, Қайрат ағаларымыздың, Бекболат ағаларымыздың шәкірттерінің барлығы сен тұр мен атайын дегеннің барлығы біздің Алатау дәстүрлі өнер театрында көрермендер құлағдар болса екен дейміз. Есіңде ме, бір үлкен қойылым болған кезде Қазақстанның халық әртісі профессор Есімхан Обаев ағамыз келгенде бір қуанып тұрып сахнаға таланттар тоғысқан театр деп бір ауыз толтырып айтуға болатын өнер ордасы екен деп бағасын беріп, сондай кісілердің өзінің бағасын алудың өзі біз үшін мәртебе ғой. Жас театр жаңадан құрылған. Ал ғибрат енді біз бірден өзіміздің тамаша көрермендерімізге жаңа айтып отырмыз ғой, сыр елі, жыр елі, қазағымның мақтанатын бір елі деп. Сондықтан да бұл енді сыр сүлейлері дейді, жаңа өзіміз айтып өткендей Балқы базар, Дүроңғар, Тұрмағанбет сынды сыр сүлейлердің аманатын жалғастырып жүрген өзіңдей талай таланттарымыз бар. Ал енді сол таланттардың бірегейі деп өзіңді мақтанамыз. Өйткені біздің Алатау дәстүрлі өнер театрында сен тұр мен атайын деген жігіттер, өнерпаздар, әншілер жиналған ғой. Сонымен арнаймыз ба? Әрине, аға, жырды бастамас бұрын мен өзім жайлы бір-екі бір мағлұмат айта кетейін. Бұл енді жыр деген шын мәнінде бұл қазақтың ата-бабамыздан қалған аманат нәрсе ғой. Мен енді туған жерім, туған елім, мына кешегі түркітілдес елдердің абызы болған елім, мына Қорқыт бабамыздың жатқан жері, қасиетті сырдың тері, мына жүз шайырдың отаны, бір ауылдан 300 жау шыққан жерден болыңыз аға. Енді десек те, мына өздеріңізге белгілі, мына жыр жалпы мектебі Тұр өңірінде 3 мектепке бөлінген. Мына Шиенбай жырау мектебі дейді, Нұртоған жырау мектебі, одан кейін Нартай мектебі деп аталады. Енді соның ішінде әрқайсының өзінің күшсіздік ролдарға бөлінбей маға. Сол ролдардың ішінде де мына Шөмекей деп, күшсізде Шөмекей деген рол бар Дөйтірғанда. Ол Шөмекейден шыққан атақты өзіндік бір орны қалдырып кеткен Сәрсенбай деген жырау өткен. Сәрсенбай, сол Сәрсенбай жыраудың өзінің бір мақамменен, өзінің бір ырғағыменен, өзінің әдемілігіменен, ерекшелігіменен жеке мектеп болып қазір қалыптасып жатқан жайы бар. Сол Сәрсенбай жырау мектебінің менде түлегі едім аға. Сол Сәрсенбайдың бел баласы Алшынбек Сәрсенбайұлы деген менің атам, менің ең алғашқы ұстазым. Маған осы қазақтың қасиетті қара домбырасын ең алғашқы қолыма соққан сол кісі еді. Иманды болсын, өмірден өтті, біраз жылдар болды. Одан кейін осы өмірден өтіп кеткеннен кейін сол Сәрсенбай жыраудың өзінің немересі сол Алшынбек ағайымның туған қызы Майра Сәрсенбаева атақты сол кісіден тәлім тәрбиесін алып біраз додаларға ол кісі қосқан еді. Енді қалған жағдайларды қазір уақыт өте келе айта отырарыз. Қазір енді жырға көшсек деп отырмыз. Мен енді қазір жырымды сол Сәрсенбай жыраудың жыр бастауынан бастасынан ба деп отырмын аға. Сондықтан да ағайындар болса комментарийге әу-беу қойыңыздар ағайын. Бізді асыға күтіп отырған шығар. Қошемет күтеміз. Шапалақтап құрметтеп отырайық. Ал ғибрат Tapsan kеңес өз халін ойлау керек, созбай өргеш әлемге мағлұм болған айтмыштар көп.
жүрген озып кеше белес. Жасымнан жақсыларға жүрдім жақын, жаттадым жақсы сөздер жазған ақын. Мен соған есеріп біле есім шығып алсам деп жырау деген атын. Қазақтың домбырасы құдіретті, аударып назарымды есітерді. Қалайда бір соңымнан қалмаған соң келтірдім домбыраға руhны епті. Өзімнен арғы жерде өнер жоқ, ал шешем жолы ақын орден күй жырға еліктеуім сонан болар. Анамның ақ сүтімен келген қорек. Отырып тыңдау шалар көлемінде, тарқастымын жоқ десіп өлеңімде. Тек олар ат жөнімді айтып жазсаң, артыңда қалар мұзға өлерімде. Алшынның қара кесек шөмеледім, бір қойдым түркістаннан төмеледім. Оған қоша келді мен сәрсен бая, ел білсе мен десіпіге енер едім. Деген екен аға. Ай, бәрекелді, сау бол Ғибратжан. Тамаша. Енді мектебі өзінше бір бөлек, өзінше бір сарыны бар, сыңғыры бар, сырдың дариясындай болып жатады ғой. Ал енді біздің Алатау дәстүрлі өнер театры бірнеше мектептің өкілдерінің тоғысқан жері. Сонымен қатар көптен бері біздің қатысып отырған, осы тікелей эфирге шығып отырған өнерпаздарымыздың барлығы айтып жатыр. Бұл жерде тек қана театр деген аты болғаннан кейін бұл жерде тек қана әншілер ғана емес, әншілер болса бәлкім Алатау концерт бөлімі деп айтылар ма еді. Театр дегеннен бұл жерде бишілеріміз де бар, Алатау ансамблі деген. Алатау фольклорлық этнографиялық ансамблі бар. Ол кісілер де өнерін тартып өтіп отыр. Көрермендеріміз осы уақытқа дейін біліп те қалған шығар. Және де актерларымыз бар. Жас театр болса да бірнеше қойылым қойылып жатыр. Күнделікті актерлармен бірігіп, әншілеріміз де актер болып жатыр. Жыр жолбарыс спектаклі, сондай-ақ тамаша қойылымдарымыз бар. Және сонымен қатар Исраил Сапарбайдың Абай Тоғжан, Абай атамыздың 175 жылдығының қарсаңында қойылғалы жатыр. Белгілі актер ағамыз, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Біләл ағамыз қолға алып осы қойылымда актерлармен күнделікті жұмыс жүріп жатыр. Негізі карантин дегенмен де бізде күнделікті жұмыс. Сондықтан тәрбиесіз ел болмас, тәртіпке бағынған құл болмас дейді ғой. Дегенмен де халық сақтанайық, осы елімізге келген індеттен жер бетінен жойылып кетсе екен деп тілейікші осы. Ал енді әрі жалғастыра отырайық. Ғибратжан, жаңа айтып отырмыз ғой, біз Алатау дәстүрлі өнер театры жайлы мағлұматтар біздің өнерпаздарымыз жан-жақты беріп жатыр. Көрермендерімізді біліп қалған шығар театр жайында неге сұрақтар қойып отырмасқа. Яғни біздің Алатау дәстүрлі өнер театры қай жылы құрылды? Құрылғаннан қанша жылды? Сол сияқты сұрақтар. Көрермендердің құлақтарыңызға алтын сырға егер біліп жатсаңыздар, жазып отырыңыздар, біз сіздерге дәл тапқан кісіге атыңызды атап тұрып, сый құрмет, яғни өнерімізді шашып өтеміз. Ал ары қарай жалғастырып отыр. Ол енді аға, мына қазақта керемет сөз бар ғой. Қос тойың қабат болсын, екі дүниең абат болсын дейді ғой. Бүгін міне Рамазан айыменен тұспа-тұс келіп жатқан біздің Алатау дәстүрлі өнер театрының басшысы Дәлел Зейнешұлының туған күні екен.
Енді аға, бірінші өзіңіз үлкенсіз ғой, сондықтан да бір-екі ауыз бір тілегіңізді айтыңыз, содан кейін Дәлел ағамызға мен де бір тілегімді айта кетейін, содан кейін әнімізді жырымызды жалғастырамыз деп ойлаймын. Темірді қызған кезде соқ дейсің, мінекей ғибрат дөптің расында да біздің Алатау дәстүрлі өнер театрының мінекей директоры, сол көшім бастаушысы, қадірлі ағайындар, бойында нағыз қазаққа тән қасиеттің барлығын жиған, жүрегіне қазақтың ән жырын сыйғыза білген, қазақилығы мен өзінің адамилық қасиеті жоғары тұратын Дәлел ағамыз бүгін ердің 55 жасын 55-ке келіп отыр екен. Туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Барша өзіңіздің ұжымыңыз Алатау дәстүрлі өнер театрының атынан, барша өнер адамдарының атынан және де барша қазақ елінің атынан туған күніңізбен құттықтаймыз. Өнеріңіз әрқашанда үстем болсын, бұдан да алар асуларыңыз биік болсын. Өнеріңізбен, ұрпағыңызбен мың жасаңыз дегіміз келеді. Туған күніңіз құтты болсын, Дәлел аға. Аға, мен де жалғай кетейін. Енді міне қолыма алып отырмын Дәлел ағамыздың бұл суреті. Яғни Дәлел ағамыз бізге осы жақында ғана өзі басшы болып келді ғой ағамыз. Десек те көп ағайын танымауы мүмкін осы жерде. Сол кезде мінекей Дәлел ағамыздың суретін арнайы осы сіздерге ұсынып отырмын. Аға, туған құттықтай кетейін. Көріп отырсаңыз эфирді. Бүгінгі Ағзыр әлемінің есін ашқан күніңізге шын жүректен құттықтаймыз. Дүниенің дидарына датыңызды айтып берген күніңіз құтты болсын аға. Құдай қайғыңызды қайырмасын. Тұрқыңыз үздік болып, осындай шығармашылықты дамытуыңызға шын жүректен мен тілектеспін. Басыңызға бақ, деніңізге саулық, басыңызға бақ, астыңызға бақ тіледім аға. Аман болың. Сіздей азаматтар қазақ елін көп болса екен. Мен тілегім осы аға. Ғибратжан айтқан тілегің қабыл болсын. Бағана Рамазан айы келіп, қуанып отырмын. Бағана бір парақшадан қарап отырып оқып қалғаным бар еді. Бір атасынан немересі сұрап жатыр дейді. Ата, осы біз Рамазан айын сағынамыз. Рамазан бізді сағына ма деп. Атасы айтатын көрінеді. Балам, Рамазан бізді сағынатын соншалық әр жыл сайын 10 күн ерте келеді деп. Сағынып болсақ, бізді де Рамазан сағына деген, сондықтан құтты болсын дейміз барша жұртқа. Ал енді ғибрат бағана бірден эфирге көрерменді де сол сағынып қалғанбыз ба? Бірден эфирге шыққаннан кейін бұл Алатау дәстүрлі өнер театрында концерт жүргізуші болғаннан кейін, сол театрда актер болып қызмет жасағаннан кейін бірден өзімізді таныстыруды ұмытып кетеміз. Енді театрда сахнаға шыққан актер болып ойнап жүрген кезде мен осындаймын деп таныстырмайсың. Сол өзімді таныстырмаған екен. Менің есімім Насипжан Басшыбай. Алатау дәстүрлі өнер театрында қызмет жасаймын. Концерт жүргізуші және де театр актері. Енді өз театрымызбен мақтанамыз, қуанамыз. Сол тамаша сәтті күндеріміз көп болсын ағайын. Ал енді театр актері дегеннен ғибрат, сіздің тамаша жырыңыз арналды. Мен енді мүмкін болса, актерлар қазір сахна, бұл эфир болғаннан кейін жүр сахна емес, рөл ойнап беретін. Енді мүмкін болса өлең деген Мұқағали атамыздың өлеңдерінен арнап берсем деген өзімнен бір сенен сұранайын деп отырмын. Әрине аға, енді аға, өзіңізді білеміз, қаншама ойнадыңыз, Жамбылдың әкесінің ойнап жүрсіз, оның бер жағында кешегі талайдың көңіліне шығып отырған, алғыспен батасын беріп отырған халықтың ең бір жүрегіне шығып көрген Мұқағали мен сырлатып кезде алып кешіп. Бұл концерт шынындағы менің де көңілімнен өте қатты шыққан концерттердің бірі. Сол жерде өзіңіз басты рөлде болдыңыз. Мұқағалидың рөлін өзіңіз сомдадыңыз. Сондықтан да сізді былайша айтқанда дәстүрлі өнер театрының тұрақты көрермені сіз бұлай Мұқағали деп тануы да мүмкін аға.
сондай бір көзқараспен қарайтын да сияқты аға. Өзіңіздің портретінде сол мұқағалимызға мен өте қатты құттықтамақ сізді. Сонда бір мұқағалидың шашын шашыңыз өзіңізге. Рахмет, Ғибрат. Ал енді расында да енді біздің Алатау дәстүрлі өнер театрында тағы бір тамаша қойылым бар. Мұқағалимен сырласу деген поэтикалық кеш. Ол жерде Мұқағали өлеңдерінен, Мұқағалидың өлеңіне жазылған әндер, Мұқағали атамыздың өлеңдеріне жазылған әндер бұл жерде Алатау дәстүрлі өнер театрының барша өнерпаздар, тіпті бишілер де билеп атсалысатын бір тамаша бір дәмді қойылымның біреуі деп біледі. Олай болса, Мұқағали атамыздың бір тамаша өлеңінен қайырып отырайық. Қабыл алып отырыңыздар. Шынында да Мұқағалиді жасап қойым көреді. Мұқағали атамыздың бабаларым рахмет сендерге деген өлең жұмағын тағып өтейін. Бабаларым рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көргөде, қобызыңмен, қосбәңмен тіл бердің. Өмірге мен мылқау болып енгенде. Бабаларым рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың ашпай кеткен сырларын, қорқытыңның қорқынышты мұң зарын қобызыңның шанағынан тыңдадым. Сыр ашпайды сенің құлақ жүздерің, сыр ашпайды тау тастақ іздерің, сенің бүкіл болмысыңның тағдырын домбырамның пернесінен іздедім. Іздедім де сәттерімде түңілген, тастап кеткен аңызыңа жүгінгем де қайта туған тірілгем. Тарихымды жазудан бүгін мен, бабаларым сенің ана тіліңмен. Менің мына қайта туған күнімде сөйле оркестр, дүрілде бір дүрілде, сөйле Моцарт, менің ана тілімде, сөйле Данте, менің ана тілімде. Таныс осылай, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп, өзінің тіліне деген құрметі, Қадыр Мырзалиев ағамыз айтпақшы, құрметі әрқашанда бұл кісінің елге деген, отанға деген патриоттық сезімді оятатын өлеңдері, осы кісінің мінекей жүрегінен шыққан өлеңдері талай жастарымызға ақылда кеңесте болып жүр деген сенімдеміз. Сондықтан кешімізді ары қарай жалғастыра отырайық. Ғибратжан, жаңа Алатау дәстүрлі өнер театры қай жылы құрылды деп егер білетін көрермендер болса, атсалысып отырыңыздар. Театрымыз енді заманауи ғой. Бізде көк зал, қызыл зал дейді. Қанша орындық біздің көрермендеріміздің енді көрермен толтыруға болады. Қанша орындық еді, Ғибратжан? Бізде айта берейін ба? Жоқ, айта берейін. Бізде көрермен залы 724 көрермен отыратын орын бар. Біздің кәдімгі үлкен концертный залымызда. Сонан кейін біздің театрымызда арнайы кино көретін кино театрымыз бар. Бір қабырғасында, яғни 3D форматта соңғы үлгіде салынған кино театрының бірі.
қанша орындық екен, қанша зал бар екен. Сондықтан құрметті көрермендер, бұра тұрмай атсалысып отырыңыздар. Бәрекелді. Ал Ибрат, негізгі жырдан тағы да көрерменге арнап отыр. Ал енді аға, мен жаңа айттым ғой сол, мен Құрманғазы атындағы Қазақ консерваториясында жыр классында Олжан Пилосынова тазымның классынан бітірдім. Енді ол кісі Жиенбай Жырау мектебінің өкілі. Сондықтан да бір термесін айтып, қазір болмассыз өйтем деп отырып, сондықтан да Жиенбайдың жырауын Olgan meni köyüp şapayla Sinse tağıp ağılmay Ülengşe degen köye Hapta kimde kıyal söz Ayılganıp koyun şarandaya Ustamda da telim Yükteşe Könek mingin benevdey Ağzında aşıp marılday Şalıkta telep Şalıkta şarın Çandın sağındaya Üstüne telem üstüne al Ayt degende kerildi Degen üstüzge tanılmay Üstünü türgü ay Bir gün beni olmazdan beydadı Şaman gece şarkı söyle Kovulur soğan dağılay Asabıda dedim tertey Piskin günebi kavundaya Üsküzdün beri tanımalı Oradağı özünden Yıldan basılan malın Şin alıp kelgen ağınım Ayağıma şurgan деген екен аға Жиенбай Жырау. Дейеуде керемет бойында расында да сыр өңірінің әншілік мектебі өзінше бір бөлек қой. Сонымен қатар Ғибрат жаңа 4 мектеп деп жатамыз бүгінгі таңда. Сол сыр мектептің өзі сол сырда тағы да бір өз арасында да мектеп қалыптасқан деп өткенде бір әңгімелесіп отырған кезде естіп қалған едім. Сол жайында айтып өтсең. Сыр өңірінде жаңаға мен осы әңгімемнің басында айта кеттім. Сыр өңірінде 3 мектеп бар деп, Жиенбай Жырау мектебі, Нұртуған, соның ішінде Нартай мектебі деп. Енді оның ішінде де бөлініп шыққаны осы Сәрсенбай Жырау мектебі деп қазір толығымен айталсақ болады. Өйткені Сәрсенбай Жыраудың жалпы өзінің мақамдары, өзінің мақамдағы иірімдері, қайырымдары сәл осы ерекшелік білдіргеннен кейін қазір көп тарихшылар, осы жырды зерттейтін үлкен ағаларымыз осы қазір Сәрсенбай Жырау мектебін бөлектеніп, қазір бөлек бір мектеп қылып айтып жатқан жайы бар аға. Бір ал қосарым менің осы, мен енді қазір ғылымның баласы емеспін, мен сахнаның баласымын деп толық айта аламын аға. Ғылымның адамдары бір ерекше болады ғой, ерекше тұлға болады ғой. Осы жырдың ішіне толық кіріп зерттейді десек те, жырды бір толығымен зерттеп әлі болғаным жоқ аға. Дегенім 9 білмегенім 9 дейді ғой. Сондықтан да менің бір білгенім осы
Сәрсенбай Жырау мектебінің бір жеке мектеп болып қалыптасқанын ғана толығымен айтып алмаған. Бәрекелді. Ал енді көп рахмет. Мына мағлұматты келер өсіп келе жатқан жастарымыз болса, соларға жеткілікті бола берсін деп түсіндіріп отырайық деген ниет қой. Ал енді жаңа айтып отырмыз, Абай Тоғжан қойылымын дайындап жатырмыз деп. Биыл Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО күнінде мінекей аталып өтетін мінекей тамаша ауыз толтырып айтуға болады. Сол енді поэзияға кезек тағы да беріп қойсам, сол Абай атамыздың бір өлеңінен ортаға салып отырсақ деген ниетім бар. Қабыл алып отырыңыздар. Ал ғибрат ұнап отырса қошеметтеп отыр деп қояйыншы. Маған бәрі ұнайды ғой. Абай атамыздың өлеңдері көбіне өсиетке деді ғой. Сондықтан сенде жұртқа тұрса да қанша мақтан әуретеді ішіне қулық сақтан. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақта. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз болып мақтанды ұлт кетті. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойың етті. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғақ кірме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде. Сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге 5 нәрседен ғашық бол. 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыңыз өнсеңіз. Жамандық көрсең, ғибратлы. Нефратлы, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең, ғибратлы. Оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ. Бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа, ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім береді? Жанбай жатып сүрсеңіз. Дүниеде малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Естіліп тұр ма? Иә, маған жақсы естіліп тұр аға. Өте керемет шықты, өте әдемі. Енді аға, мынандай бір халықтың